Мен өзімді таныстырып кетейін. Мен Іле ауданы Кәсек ауылының тұрғыны Құрманғалиев Кеңесбек деген зейнеткермін. Мен осы ауылдық кітапхананың тұрақты оқырмандарының бірімін. Кітапхана ашылғаннан бері үзбей осы кітапханамен байланыс жасап келе жатырмын. Қазір алдымызда ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы келе жатыр. Осы мерейтойға байланысты өзімнің Абай мерейтойына арнаған өлеңімді оқып берейін. Үйрен Абай өнерін, асыл сөздің данасы, теңдесі жоқ ұлы Абай, ақылдың кең дариясы жарқырайды маржандай. Поэзия шыңында одан асқан кімдер бар, әр сөзі саф алтындай, ойланыңдар, қараңдар. Өлең атты өнердің сәулетшісі болды Абай, құйқыл жуған әндері шарықтады аспандай. Ғақылия қара сөз, талаптыға болсын кез, оқы, үйрен, үлгі ал.